Қайырлы кеш оқырман. Гуджан мен Заринаның ара қатынасы не болып жатыр? Екеуі жұп болатын түрі жоқ. Әрекет жігіттен жетпей ме, әлде қыз талпынбай ма? Қалай ойлайсыздар? Екеуін бітіріп, бір адаммен кездесуге келе жатырмын. Көбісі білмейтіндер бар екен, оказывается, қайда барасыз? Умраға бара жатырмын, соған дайындық болып жатыр. И вот. Қызымыз Шымкентке кетіп қалған еді. Артынан Гуджан еріп келді. Әйтеуір қызды жалғыз қалдырмайды. Махаббаттары бөлегенді. Екеуі күшті кездесіп қалғандары бар енді. Көптеген хейтте кетіп жатады. Жақсы пікірлер де көп. Оқып көрейік. Зарина. Неге тоқтайды дей бересің? Күреспейсің бе? Ашық болсай, сезіміңді білдірт, тоқтатпа сен. Сезіміңді жасырма. Маған басқа қыздармен жүргенің ұнамайды деп айт. Сен жүрегімнің иесісің деп айт. Тауыржанға тоқтайды деген. Ұнамайды менімше. Егер сезіміңді білдіртпесең, Тәуіржан қандай шаг жасасын? Ол білмейді қалай өзін ұстарын, кездесейік па, кездеспейік па деп. Бақыт үшін күресіңдер, әрекет қой. Егер жаныңа осы адам маған комфорт деп сезінсең, ол сенің адамын. Тәуірдан қадам жасады, танысып көрейік деп, өзіңде қадам жаса. Өзіңде бүгін қолым бос еді негізі деп намек таста. Менен жұмысым бар, сосын ойланбаймын демей. Может, Тауыржанның мүлдем сезімі жоқ немесе өшті, оны да білмейміз. Енді екеуің таныстықта жүрген соң, екеуің бірге болама деген жанашырлық сөздер бол. Зарина, Сержанды қарашы. Жігіт қалайды, көзі жанып отыр, кәдімгідей жалынып отырғандай. Акеркеге кәдімгі қадамын жасап нық келді. Ал Тәуіржан ондай емес қой. Уже неше мәрте айтты, менің ішімдегі адам басқаша сөйлейді деп. Сағақ намектап айтты ғой. Менің адамым емесің дегенді неменеге созып отырсын? Түсінбеймін, действительно детский түсінікте сияқты. Балаға неше мәрте тұспалдап айтсан түсінбейді ғой. Балаларға прямой айту керек та. Сол кезде жетеді олардың санасына. Прям енді сондай бала түсінік емес шығарсын дейді оқырмандар.